Армысыздар біздің YouTube арнамыздың көрермендері, бүгін сіздермен бірге тағы да ата-ананың қателіктері туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі айтайық деген тақырыбымыз бұл баланы сынау мәселесі. Бұны енді әр қазаққа айтудың керегі жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені бала сыны дейтін тақырып қазақ отбасына трендтен түскен емес. Яғни анау фольклорлық құндылықтарымыздағы аңыз әпсаналарда болсын, тіпті ертегілердің ішінде болсын, ал енді мынау бергі эпостарда, батырлық жырларда, қазақтың би шешендері туралы аңыз әңгімелердің барлығында бұл баланы сынау дейтін методика көрініс тауып жатады, ұшырасып отырады. Міне осы тақырып баланың өмірінде шындығында да өте маңызды екен. Біз анау үш бидің өмірін қарасақ та, одан басқа батырларымыздың өмірін қарасақ та, барлығында алдыңғы буын белгілі бір дегдар тұлғалардың сынынан өткендігін аңғарамыз. Міне осы бала сынына қатысты Құнанбай атамыздың өмірінде Абай атамызды мынандай мәселелермен сынайды. 13 жасқа толған шағында Семейден қырға алдырып алған Құнанбай Абайға елдің сөзін ұстатып, барып кел, шауып келге жұмсап, соны қалай атқарып шыққандығын қадағалап отырады. Сонымен бірге алғашқы тапсырмаларының бірі ретінде Абайдың өзінің ұсынысы бойынша Мағауияны кадет корпусіне оқуға беру мәселесінде де Құнанбай Абайдыға сыншы ретінде танылады естеліктерде. Яғни Абайға тапсырма беріледі, 2-3 сатылы тапсырма беріледі. Әуелі кімді оқуға жібересің інілеріңнің ішінен деген мәселені, кейіннен оған қанша қаражат жұмсау мәселесін, одан кейін оны қайдан оқыту мәселесін, және оны кім апарып орналастыру мәселесіне адам таңдау деген сияқты мәселелердің барлығында Құнанбай тек қана тапсырма беріп, осы тапсырманың қалай орындалған процесін бақылап отырады. Осының барлығында Құнанбайдың көңіліндегідей, осының барлығында Абай Құнанбайдың көңілінен шығатын нұсқалармен жұмыс жасайды. Ал бұл жерде әке Құнанбай Абайға сырттай бақылаушы болады да, істі барысын дұрыс атқарылып жатқандықтан, яғни сыннан өткендіктен оның мәселелеріне кірісіп, оған шекарасынан өтпейді, яғни бүгінгі тілмен айтқанда. Міне осындай сыннан өткен Абай ел ісінің ірі күрделі мәселелеріне беттейді. Яғни бөжеймен ортадағы мәселе, байсалмен ортадағы мәселе деген осы мәселелерде Абай араға елші ретінде, яғни сөз апаратын, Құнанбайдың сөзін жеткізетін, жауап алып келетін тұлға ретінде жұмыстар атқарады. Одан кейінгі өмірінде Абай билікке араласа бастайды. Міне осы барыстан біздің қорытатын тарихи тәжірибеміз баланы дегдар болмысын тану үшін, баланың кім екендігін, қандай мақсатта жұмыс жасайтындығын, бұл баланың Алладан берілген тарихи миссиясы қандай екендігін білмек үшін баланы сынау керек екенбіз.